Абай Құнанбайұлы бірінші қара сөзі. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жолыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қосшылығы кемімізді. Енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзім де қайранмын. Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегенше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзің түгел көре алмайтұғын ұры, залым, тілемсектердің азығын бағып беремін деп, қалған аз ғана өмірімді қор қылар жайым жоқ. Ғылым бағу? Жоқ, ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретерсің, білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз күнсізде кездемені жайып салып, қолына кезіп алып отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып, шер тарқатысар кісі болмаған соң, ғылым да өзі бір тез қартайтатұғын күйік. Софылық қылып дін бағу? Жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күнінде бір тыныштық жоқ. Осы елге, осы жерге не қылған софылық? Балаларды бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, қалай бағудың мәнісін де білмеймін. Қай елге қосайын, қай харекетке қосайын? Балаларымның өзіне ілгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштықпенен көрерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар, не қыл дерімді де білмей отырмын. Оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағазбен қара сиям ермек қылайын. Кімде-кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ.